Жұмыскерді штатқа ресми түрде қабылдау үшін онымен еңбек шартын жасасу керек. Болашақ жұмыскерден мына құжаттардың көшірмелерін әкелуін сұраңыз. Жеке куәлік немесе паспорт. Жұмыскер Қазақстанның резиденті болмаса, шетелдіктің тұруға ықтияр хаты, білім туралы құжат, алдын ала медициналық куәландырудан өткені туралы құжат, кәмелетке толмағандарды тәрбиелеуге және оқытуға байланысты кәсіптер үшін сотталмағандығы туралы анықтама. Жұмыскерде еңбек өтілі болса, еңбек кітапшасы. Сондай-ақ құжаттардың көшірмелерін электрондық нысанда ұсынуға болады. Олар жұмыскердің жекесін ресімдеуге керек болады. Еңбек шартын екі тәсілмен, жазбаша немесе электрондық түрде ресімдеуге болады. Қағаздағы шарттың екі данасын дайындаңыз. Біреуі сізде қалады, ал екіншісі жұмыскерге беріледі. Қазақстан Республикасы еңбек кодексіне сүйене отырып, шартта мына тармақтарды жазыңыз. Тараптардың деректемелері, еңбек функциясы және шарттың басқа бөлімдері. Жұмыскерден дербес деректерді жинауға және өңдеуге жазбаша келісім алыңыз. Сондай-ақ жазбаша түрде сақтандыру компаниясы мен қызметкерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шартын жасасыңыз. Егер электрондық құжат ресімдейтін болсаңыз, оған ЕГОВ электрондық цифрлық қолтаңбасымен қол қою қажет. Шартқа қол қойғаннан кейін оны 5 күннің ішінде еңбек.kz порталына тіркеңіз. Заң бойынша осы құжат пен жұмыскерлер туралы барлық ақпарат бірыңғай базада сақталады. Енді жұмысқа қабылдау туралы бұйрық шығарыңыз және жұмыскерге ішкі тәртіп туралы айтыңыз. Жұмыс орнында нұсқама жүргізіңіз. Құттықтаймыз, сіз ресми түрде жаңа жұмыскерді жұмысқа қабылдадыңыз.